отбасылық өмірге дайындық қаншалықты десе дайындық ноль. Ең алғашқы сол қызметті Жезқазған қаласынан бастадым. Одан әрмен қарай Астанаға ауыстық, одан кейін Қарағандыда болдық, Ранты Қазақстан көп өңірінде болдық. Кез келген осы жерде өтетін подкасттардың арасында міндетті түрде отбасын қозғап отырыңыздар, өтініш. Мысалға ата-ана туралы уағыз да жұма намазда. Бірақ соның арасында салафизмді кіргіземіз міндетті түрде. Неге? Өткен жағдай сондай еді ол кезде. Жағдай ушығып кеткен. Балаларын алып Сирияға соғысқа кеткен. Қаншама ата-аналар уже боздап боталарынан айырылып қалған. Өте сондай бір қиын кезең болды. Біз оқудан келген жылы. 2012-ні айтып жатырмын. Ауа секілді тоқтаусыз, үздіксіз бүткіл адамзатқа, бүткіл жаратылысқа келіп тұр ол. Алла тағаланың хаққысында алейхиссалам айтқан тек жақсы ойда болыңдар деген да. Енді Алла тағала біреудің каналын жауып қойып, біреудің ашып қойып жасамайды. Біз қазір ортаға тұрып алып, қолымызды жайып, бір-бірімізді ұстап алып, давай тұрып, до конца тұрайық жігіттер. Қанша тұра аламыз? Шариғатта айтады, бұл қоғамның тыныштығына үлес қосып жатқан азаматтың ақысы дейді. Зекет беріп жатқан байлар. Қалай дейді? Мен балама ол айтқан емеспін, ол. Балам, мен аяқ киім түрлеп қой, мен келген кезде айтқан емеспін. Ана бала көрді ғой. Мен әкеме не істеп тұрмын? Балам маған соны істеп тұр ғой жерде. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін университетімізде Нұр Мубарак студиясында керемет подкаст болғалы жатыр. Бүгін бізде қонақта Нұр Мубарак Египет Ислам мәдениеті университетінің магистранты және де Мысыр еліндегі Әл-Асар университетінің шариғат ислам факультетінің түлегі, баршаңызға таныс Жан ұясы атты кітаптың авторы ұстазымыз Қабылбек Әліпбайұлы. Ұстаз, қош келдіңіз тағы да. Қош көрдік. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жалпы ұстаз, сіз көптеген халыққа осы отбасы жайында лайфхактарыңызбен, кеңестеріңізбен таныласыз. Соған орай бүгінгі подкастымызда отбасының берекеті жайында әңгімені өрбітсек. Олай болса, бірінші сұрақтан бастайын, ұстаз. Отбасының ұйытқысы неде? Отбасының берекесі яғни қалай білеміз? Енді мынау жалпы қазір қоғамда сол отбасы жайында көп мәселе көтеріп жүргенім айтып қалдыңыз. Мынау жалпы сол жанұясы кітабымды да шығарып алдым. Менде 3 кітап болды. Яғни қай кітабымды бірінші шығарамын деген. Бірақ маған келген сұрақтарды жалпы өзім парақшамда жекеге жазған, жалпы түсірілімдегі комментарийлерді көру арқылы 90%-дан көпшілігі отбасыға қатысты сұрақтарды мен көрдім. Сөйтіп сол команда дейміз ғой, жанындағы көмекшілермен ақылдасып отырып, жаңағы 3 кітаптың ішінде жанұя кітапты біз алдына шығардық. Өйткені демек қоғамда өте өзекті тақырып осы екен ғой. Сұраныс бар. Екінші, және оның шығарылу, және отбасын көтеріп жүрудің екінші бір қыры маңызды екенін айтып келіп тұр. Мынау мектеп қабырғасында бала 11 жыл сыныпта білім алады. 11 жыл. Сонда ақысы оқу, жазу, сызу, қосу, көбейту, алу, бөлу. Негізгі осыны үйренеді бала. Қалғандар қосымша ретінде пәндерді бұлай үйретіледі. Кейін әрмен қарай 4 жыл университетте, жоғары оқу орнында бір саланың маманы болайын деп 4 жыл уақыт соған кетеді. Бір саланың маманы енді ол. 15 жыл уақыт кетті ма? Сөйтеді, енді оған үйлен деген сөз айтыла бастайды жігітке. Қыз балаға жеңгелер тисе бастайды, тұрмысқа шықпайсың ба деп. Бірақ олардан қарап отырсаңыз, отбасылық өмірге дайындық қаншалықты десе дайындық ноль. Ешқандай ондай дайындық жасалынбаған, шеде айтылмаған, не мектепте айтылмаған, не университетте айтылмаған отбасы жайында. Енді Алла өмір берсін баршамызға, жастарға Алла өмір берсін. Адамның негізгі өмірінің көп кезеңі отбасылық кезеңде өтеді. Яғни алғашқы 15 жыл осымен бітті деп айтсақ, бірақ көпшілік кезең, Алла өмір берсін баршамызға, отбасылық өмірде өтеді. Отбасылық өмірде. Міне сол себепті бұл былайша кезде жанайқай дейді ғой қазақ. Өзімен сол 2012-де Мысырдан аман-есен жаңағы білімімізді тамамдап, дипломымызды алып, елге оралдық. Содан бастап
өзіміздің қара шаңырағымыз Қазақстан мұсылман мәдени басқармасының аясында ең алғашқы сол қызметті Жезқазған қаласынан бастадым. Одан әрмен қарай Астанаға ауыстық, Нұр Астана, одан кейін Қарағандыда болдық, Рантымен Қазақстанның көп өңірінде болдық. Сонша кездесулердің ішінде де жаңа отбасылық мәселеде мен көп өзім куәгер болдым. Көп отбасылардың кикілжіңіне араластым. Сол кісілердің маман ретінде мені шақырғаннан кейін соның бәрін жинақтай келе мен түсіндім, шынымен бұл қоғамда отбасы мәселесі өте өзекті екендігін. Және сіздерге де айтарым, менен кейінгі келетін қонақтар болсын, кез келген осы жерде өтетін подкасттардың арасында міндетті түрде отбасын қозғап отырыңыздар, өтініш. Өйткені 2012-де мен оқудан келген жылы біз әр дәрісіміздің арасында салафизм жайында айтып отырдық қосып. Мысалға, ата-ана туралы уағызда жұма намазда. Бірақ соның арасында салафизмді кіргіземіз міндетті түрде. Неге? Өткен жағдай сондай еді ол кезде. Жағдай ушығып кеткен. Балалардың алды Сирияға соғысқа кеткен. Қаншама ата-аналар уже боздап боталарынан айырылып қалған. Өте сондай бір қиын кезең болды біз оқудан келген жылы. 2012-ні айтып жатырмын. Сол секілді бұл отбасы мәселесінде біз әр қайсымыз, жалпы әр саладағы адамдар, айтарым ұсыныс ретінде, мамандығымызға бөліп жармай айтып отырмыз керек. Құдай бетін аулақ етсін, өкінішке орай жалпы қазақ тарихында болмаған жағдай болып жатыр қазір. Біз әлемде жалпы қазақ елі айырылысу жағынан өкінішке орай екінші орынға көтеріліп алдық қазір әлемде. Мамандардың берген статистикасын айтып жатырмын. Алдын 10-дыққа кірдік дедік. Енді қазір соңғы статистиканы қарап отырсақ, сондай деңгейге көтерілді. Өкініш бұл. Бұл өте былайша айтқан кезде қайғылы жағдай. Мынау мешіт қызметкерлерінің мамандарын айтуы бойынша. Ол жерге бармай айтқан қаншамасы сырттағы некесін қидырып, сол мешіт қабырғасында неке қидырған жастардың өзінің бір жылғы, мысалы, неке қиылғандардың 6 айға жетпестен 50%-ға жуық айырылысып кетіп жатыр екен, бір жылға жетпестен. Бұның бәрі ненің көрсеткіші? Былайша айтқан кезде мына жерде бір жара шықса, бұл жараны қанша айтпай сыртын бинтпен орай берсең де, бұл бәрібір де ішінен жарып шығып келе жатыр да бұл нәрсе же. Бәрі өздігін істейді бұл. Сол сияқты қазір қоғамда осындай отбасы мәселесінде жастар сондай жаңағыдай бір-бірін түсіне алмастан тез арада болып кетіп, тез арада айырылысып кетіп жатқан жағдай, бұның бәрі көрініс. Бұның бәрі осыған дейін осы саланы, осы мәселені, демек ата-ана ретінде балаларға айтылмаған кезеңдер болды. Мен дәрісте әрдайым айтып келе жатырмын. Егер маған мысалы мынау министрліктерден ұсыныс ретінде айтыңыз десе, мен 2 ұсынысым бар. Бірінші ұсынысым мектепке, университетке отбасы пәнін кіргізу керек. Отбасы. Отбасы деген не ол? Ол неден басталады? Ол жерде қандай жағдайлар болады? Екінші пәнді мынау қаржы сауаттылығын кіргіз деп айтатын едім. Мектептен бастап. Университетте де ақшаны қалай табу керек? Ол ақшаны қалай ұстап тұру керек? Ақшаны қалай көбейту керек? Ондай қаржылық ешқандай сауаттылық ештеңе айтылмайды. Отбасылық қаржы табыс мәселесі. Сол үшін жаңағы қайтадан отбасыға оралатын болсақ, міне сол себепті, Дәурен бауырым, сол себепті қазір қоғамда енді 40-тан астық қой, орта буыннан өтіп бара жатырық та біздер. Осыған дейін көргенім бар, естігенім бар, куәгер болған бар. Соның бәрін жинақтай келе қанша бір жаңағыдай бір тақырыпты қозғағымыз келіп тұрса да, бірақ бәрібір арасында барынша осыны әйтеуір жұқалап әзілмен болса да бәрібір айналмай өте алмаймын осы тақырыптан. Әйтеуір бір қарындасымыз бір керек жерін тыңдап қалса деймін. Әйтеуір бір ініміз отбасы құрайын деп жатқан бір інішек соны бір жерінде өміріне қолданып жатса деген ниетпен ғана ол жерде. Ал бірақ ол мына кісі ғана қозғады, мына кісі айтпасын емес. Жоқ, бұны қазір бәршамыз ел болып, халық болып кәдімгідей дабыл қағу керек. Орысша тревога дейді ғой. Өйткені ол не? Қазақ айтады, ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Ол бесік тербететін, бесік түзелмей айтса, біз қалай мықты мемлекет боламыз? Ол айырылысып кеткен жастардың кейінгі өмірлері қалай болып жатыр? Мына жігіттің өмірі қалай болды? Қыз баланың өмірі келесі қалай болады? Қыз баланың жолы жіңішке дейді қазақ. Қыздың бір мәрте сағы сынды, ол қалай болады енді?
әрмен қарай өзіне келе ала ма ол қыз, қайттан өзін тіктеп қайттан ұстала ала ма, дұрыс жолға түсіп кете ала ма, ол жағы қалай болады. Сол үшін қазақ айтады, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолын іздейді да қазақ. Енді Алла Құран кәрімде ескертіңдер, ескерту момынға пайда береді дейді ғой. Бәрін істеуші Алла Субхана тағала, бірақ Алла тағала бізге пендесіне сол ескерту деген осы себепті аманат қылып берген да. Алла Субхана тағала біз ескертпесек те, оның себебін жасамасақ та, мәликіл мүлік қой Алла, мүлік соныкі. Бірақ Алла Субхана тағала осы пәни жалған дүние арқылы ақыретке өтетін бір кезең қылып қойған екен өмірді. Демек, мына өмірде Алла тағала сол нәрсені бізге байлап қойған. Ескерт, сендер ескертіңдер, ескерту пайда береді дейді. Сол үшін жаңағы сұрақта бірінші отбасынан басталғаннан кейін, жаңа өзіңіз айтып жатқаннан кейін айтып жатқаным ғой. Жалпы кітабымыз солай шығуы және эфирлерде де осыны көп қозғауымыз, бұл жайдан жай емес, еріккендіктен емес, әрине. Шынымен қоғамда осындай жастарға жанымыз ашығандықтан, әр қазағым жалғызым дейді ғой қазақ. Бұл жастар әлі бұғанаға қатпаған, қызу қанды, бір жақты ойлайды. Әдемі көрінгенді ғана мына жақтарын көре алмай жатыр бірақ. Соны айту арқылы. Енді әрине бәр нәрсе өзгеріп кетті көп нәрсе, бірақ бақытсында сол баяғы Жеңгетайлар деген қазақ даласы жұмыс жасағанда, былай институт болып, ғимараттың ішінде бәрі сонда жұмыс жасамаса да, бірақ ауызекі, кәдімгі астарлы, әрбір ауылда, әрбір шаңырақта, әрбір әулетте сондай жұмыстар жүріп жатты. Жеңгелер анау несін несі дейді ғой, қайын сіңілісі дейді ғой, соны тәрбиелеп жататын. Болашақта ол тұрмысқа шыққан кезде өзін қалай ұстау керек, қалай сөйлеу керек, жұмысы қалай болу керек, тазалыққа деген сияқты. Ағалары інісін тәрбиелеп жататын, бойдақтарды. Інім, ертең болашақта мынандай болып қалуы мүмкін, мынандай болып қалуы мүмкін деп, екі жақтан дайындап барып қосатын болған дейді баяғыда бабаларымыз. Енді ол кезде бір себептерге байланысты бір әрине айырылысу бірен саран болған шығар. Бірақ енді мынандай деңгейде деп айта алмаймыз. Өйткені кітапта ол көрсетілмеген. Жоқ ондай нәрсе. Қазіргі күндегідей кәдімгідей бір жапырылып, опырылып айырылысу деген ондай болмаған тарихымызда. Сол үшін бұны дұрыс түсініңіздер. Соны ұсыныс ретінде айтып жатқаным, соны эфирде көп қозғаңыздар. Яғни менен кейін келетін осы жердегі мамандарға қандай тақырып болса да бәрі отбасыға бір жерін іліңіздер. Өткен мынау эфир өткізудегі мақсатымыз, жалпы подкасттағы мақсат, бұл жердегі мақсат сол ғой. Қазір заман талабы сол. Қазір жастардың бәрі қолында телефон, 7 жастан 70 жасқа шейін деген сөз қазір де қолдансақ болады деген да. Бәрінің қолында телефон. Бәрінде қолында телефон, осыдан қарап отыр. Осындай жақсы жаққа пайдалансақ жақсы құралды екен. Жақсы жаққа қолданбасақ жаман да жағы толып жатыр. Әдемі ұстаз, бұл неше жылдық тәжірибенің және бұл халықтан бір сұраныстың арқасында шыққан туынды. Енді мынау жалпы отбасын ұйытқысы негізінде бұл бөліп жаратын мәселе емес. Яғни бұл бір жұмыстағы сияқты деп айта алмаймыз да. Мынаған сен жауаптысың, бітті міне. Негізінде отбасында ұйытқы болатын екі адам бар. Ол ер азамат және оның жұбайы, Алла қосқан әйелі, жұбайы. Осы екеуі негізінде. Негізі ұйытып кішігірім мемлекет құрған осы екеуі. Бұлардың сыртындағы ата-аналары, туыстарының бәршасы ол кісіден ешқандай пәлен-түлен деп айта алмаймыз. Бұлардың бәрі сол жастардың көңіліне қарап, жарайды деп құдаласты, жарайды деп осы екеуінің көңіліне қарап, бәрі келісті бұлар. Бірақ айналып келген кезде осы екеуі негізінде. Осы екеуіне де рахмет, или осы екеуі де кінәлі болады. Айналып келген кезде тас осы екеуінде. Енді бұл екеуінің бірақ жүретін шеңбері күнделікті екі жақта. Біреу үйдің ішінде, біреу үйдің сыртында болып бөлінеді. Сыртта ол ер азамат. Қазақ айтады, ер түзде жүреді дейді. Ал әйел кісі енді ішкі ұйытқыны сол кісі істеп отырады. Өйткені қарасаңыз, мысалы мынау бала кезімде балабақша деп айтып жатамыз ғой. Кішкентай бала балабақшаға барады. Балабақшада қарасаңыз, мысалға ер азаматтар өз жұмыс жасамайды. Ешқандай балабақша жоқ та, 30-40 баланы жинап алып, ер адам үйретіп жатқан ба? Бір ер азамат отыр ана жерде.
отырып балаларды сипап әдемі сөз сөйлеп нәзік дауыспен ой балапандар балалар деп сондай еркек көрдің ба? жоқ. Демек сол балабақшаны үйтіп отқан кім ана жерде? Әйтпесе біреудің балалары ананың бәрі жан жақтан әркімнің балаларын жинап алып соның бәріне ортақ бір тіл тауып ана жерде бәрін ойнатып бірге ұйықтатып андай қаздай үйректің балалары сияқты тізіп алып кім істеп жатыр соның бәрін? Кім ана жерде? Әйел адам. Әйел адам. Мына бәрекелді. Демек отбасындағы мынау бір-бірін жалғап отыратын әйел кісі ол. Ол ер азамат, ондайға бара алмайды. Бұның мінезі де келмейді, несі де келмейді. Мысалға ана бірінші мәрте сәбилі болған әкелер біледі. Ана ең бірінші әке атаңа балаңды қолыңа берген кезде ұстауға қорқасың. Қолым қатты, ана балам бір жерін ауыртып қоймайын, өзің ала беріңші апа деп қайтадан өзіне бересің да баланы. Ана ұстауға қорқасың. Неге? Өйткені ер азаматтың мынау дене бітімінің өзі қаттылау да. Ал әйел адам, Алла тағала солай жаратқан, ол әйел адамның қолынан ғана келетін тема да ол же. Кәдімгі отбасын үйітіп, әкесімен баласын, баласымен әкесін, әкесімен ағайын туыстардың арасын, көршімен балаларын бәрін үйітіп былай линия жасап отыратын бір адам бар ол жерде. Ол әйел адам. Міне Алла Subhanahu тағала сол себепті Алла тағала адам пайғамбарға көмекші ретінде Хауа анамызды берді да. Көмекші ол кісінің қызметі. Сол секті отбасында ер азамат ең негізгі сұралатын жауапкерші адам сол адам болса, Алла тағала соған көмекші ретінде әйел адамды қосып берді. Ал әйел адамға істейтін ол кісілердің атқарып жатқан қосып жатқан үлесі жалпы қоғамда, отбасында, адамзат өмірінде оны біз қазір тізіп жазатын болсақ, мынадай списокқа кетеді. Әйел адамдардың қосып жатқан үлестері өте зор, өте мол. Оны айта алмаймыз. Әйел адамдар болмаса да болатын еді. Ондай болмайды. Бірақ енді сол әйел адам демек отбасында үйітіп отқан сол кісі екен. Енді соның артында отқан тіреу бар да ана жақта. Ол әке енді ол. Ол кісі сыртын үйітіп жүреді. Әйел адам үйінде тыныш бала шағаның жанында, балалардың жанында былай, ол да жүрегі тыныш болып отыру үшін оның қамқор әке бар да сыртта жүрген. Сыртынан ұйымдастырып бәрін үйтіп жүретін жағынан деп айтатын болсақ, ол әке. Ол әке кез келген ер азаматты сұрасам, бала шағада жүрміз ғой дейді. Ол аязда жүреді, ол ыстықта жүреді, ол не бір қиыншылықта жүреді. Қалай болғанда әйтеуір жүрегінде бір жұбаныш бар. Әйтеуір бала шағам үшін әйтеуір жүрмін ғой дейді да. Мұнан бәрі зая емес қой, әйтеуір Құдай тағала бәрін көріп тұр ғой енді әйтеуір. Әрине бала шағам үшін деп жүрмін ғой деп. Әке бала шаға үшін құрбан болуға да дайын да. Бала шағасы үшін. Сонда жаңа айтқанымдай бұл отбасының үйтіп қойып жатқан екі адам ғой осы екеуі. Осы екеуі Алла тағаланың шариғаты да осы бөліп берген алаңдарын, жүретін жерлері екеуі екі жақта бірақ. Бірақ айналып келген кезде де жаңа кітабымыз жан ұяс деп қойғанымыз сол құстың өзі ұясына келеді да кешке. Сол сияқты жаңағы ер азамат та үйіне келеді, ұясына келеді. Ал ұясына бәрін келтіріп отқан, үйтіп отырған үйдегі әйел кісі отыр да. Сонда қарасаңыз, ана жақтан адал табысын алып келді, нафақа ризығын алып келді. Мына жақта оның бәрін тігісін, жатысын келтіріп отқан үйдегі оның жары бар, Құдай қосқан. Сонда қарасаң, бұлардың құрып жатқан мемлекеттер күннен күнге күшті болып бара жатыр. Күннен күнге мықты болып, бұлардың және одан да маңызды бұлардың қол астында өсіп жатқан балалары. Балалары. Ертең сол ұядан ұшып шыққан әр елдің азаматы болып шығатын балалар. Көрдіңіз ба? Сол үшін бұл жерде пәлен тілін деп ешкім бөліп жарып айта алмаймыз. Бір-ақ адамға айта алмаймыз да. Үйтіп қойып отқан бір-ақ адам бар отбасында. Осы міне. Олай емес. Оны айтамын, отбасы деген ең басында бастайтын болса, ол екі адам. Ер азамат, ол әйел кісі. Жаңа әйел адамның тек қана өзі сол балаларды үйретіп, ұйытқы болып отқан секілді, әйел адамды жаңа сырттағы түздегі ер адамның да ісін істей алмайды. Яғни өзіне жеке ол әйел адам үйді ұйытып отса, түздегі ер адамның бір жауапкершілігі бөлек. Әдемі келтіріп кеттіңіз, ұстаз. Келесі сұрағымыз осы отбасының берекесіне байланысты. Сосын көбінесе естіп жатамыз, ауылдағы апа әжелеріміз айтып жатады,
үйдегі мына ала сиырды сатпау керек еді, мына көк жигулиді сатпау керек еді. Неге десек, осыда бір берекет бар еді дейді. Осыған ұқсатып бір отбасыда береке бір кісіде деп айта аламыз ба? Яғни кейде айтып жатады, бір кісі дүниеден өтіп кеткеннен кейін, мысалы отбасыда яғни берекет ол кісімен кетіп қалды деп айтып жатады. Осы айтылуы дұрыс па, сіздің ойыңыз қалай қарайсыз? Енді берекет бір адаммен кетті деп айтылмайды, бірақ отбасыда әулетте бір тақуа адам болуы мүмкін да, тақуалықпен. Қай жерде сол тақуалық болса, ол жерге берекет келе береді. Бұл жаңа отбасының ішінде сол адам тақуа болған да өз тірі кезінде. Алла Құранда инна лил муттақина мафаза дейді. Расында тақуалар олар жеңіске жетті дейді. Тақуалар. Екінші бір аятта инна акрамакум индаллахи атқакум. Расында Алланың алдында мәртебелі, анау жоғарғы деңгейде болатындардың тақуаларын дейді. Сол тақуалыққа қатысты айтатын болсақ, демек Алла Тағала оны осы өмірде де қияметте жеңіске жеткізіп қояды сол адамды. Алла Тағала оның абыройын көтеріп қойды ма, демек әулетте ол абыройлы, беделді адам болып жүрді бір адам. Ол кісі өмірде өтіп кеткеннен кейін, ай берекеттің бәрі сонымен кетті десе, жоқ, ол берекет онымен кеткен жоқ. Ол кісі сол тірі кезінде Алланың шариғатын ескеріп, тақуалық жолды ұстанды. Сол тақуалықпен берекет кіре берді. Бірақ соның артында қалған балалары, ұрпақтары да дәл сол берекетті жалғастыра алады. Солай болу керек және. Өйткені бұл тақуалық деген, яғни бір адамға беріліп, сол кетсе бәрі кетіп қалады деген нәрсе емес. Яғни бұл тақуалыққа әр адам баласы, әрқайсымыз жеге-жеге істейтіндей қылып қойған да. Мысалы қазақ айтады, әкенің малы балаға мал болмайды дейді. Осындай сөз бар қазақта. Бар. Кей әкелерді қарасаң, енді балаға ертең бірдеңені қалдыруым керекпін ғой деп айтып жүреді да. Енді дүниені жинап жатыр, басқа істеп жатыр. Енді балаға ертең қалдыруым керекпін ғой дейді. Материалдық жағын айтып жатыр да. Ал қазақ атамыздың мына сөзін қарасаң, әкенің малы балаға мал болмайды деп жатыр. Бұны қалай түсінеміз бұл екеуін? Десе, ол мынандай екен, әкенің тақуалығы қалады екен балаға, сол мұра қалдыру керек екен. Дұрыс, әке енді өзінің кезеңінде сол бір саланың шыңына шығуға әрекет жасап, сол арқылы да бедел тапты, бірақ тақуалықпен істеді да ол кісі. Сөйтіп бәрекат болды ол кісіде. Енді балалар да дәл сол саланы істемеуі мүмкін, бала мүмкін басқа саланы таңдап тұр. Бірақ дәл сол әкесі секілді, ол да сол шығатын бір қисық жолдар бар оның өмірінде, тағдырында. Ондай болмайды. Енді әкем сондай болды, енді баласы қиыншылық көрмейді деген нәрсе жоқ. Әкенің малы балаға мал болмайды, ешқашан ондай болмайды. Сол себепті бала да өзі сол тақуалықты қасықтап жинайды. Сол арқылы ол да берекет кіре бастайды өміріне, отбасына, кәсібіне, нәсібіне. Ал бірақ мына жақта отырып алып, ала сиырға или жаңағы айтқан көлікке сатпау керек еді, сол кеткеннен кейін берекемді қашты деп айту, бұл дұрыс емес. Яғни Алла Тағала баракатты ол сиырға байлап қойған жоқ, ондай нәрсе жоқ. Яғни көлікте берекет ондай жоқ. Алла Құранда айтады ғой, сендердің берекеттерің қашу, бастарыңа қиыншылық келуді өздерінің істеген күнә себепті болғанын білдіңдер ма деген мағынада Құранда аят бар да. Сонда қарасаң, кейде берекетіміздің қашуын Алла Тағала бізге жолын айтты өзі. Алла Тағала мейірімді айтты, секретін ашты. Білдіңдер ма дейді, пендем білдіңдер ма? Сен берекетін қашқан ала сиырдан емес деп жатыр. Или көліктен де емес. Сенің берекетін қашуы, сен былыққа кіріп жатсың ғой деп жатыр да. Күнә істеп жатсыңдар сендер дейді. Сол күнә берекетті қашырып жатыр деп жатыр. Егер сен сол күнәні тоқтатсаң ше, онда қайттан берекет кіре береді деп жатыр. Или былай түсінсек болады. Мысалы қазір осы жерде отырған жерде ауа бар да. Дұрыс па? Ана жерде не ашық тұр, сырттан ауа кіріп тұр. Сол сияқты Алла Субхана Тағаланың баракаты осы ауа секілді тоқтаусыз, үздіксіз бүткіл адамзатқа, бүткіл жаратылысқа келіп тұр ол. Алла Тағаланың хаққысында алейхиссалам айтқан тек жақсы ойда болыңдар деген да. Енді Алла Тағала біреудің каналын жауып қойып, біреудің ашып қойып ондай жасамайды. Ауаны үйткен жоқ қой Алла. Бұл ауаны қазір бәріміз пайдаланып жатырмыз да. Жақсы болсын, жаманы болсын, мұсылман болсын, мұсылман емес болсын, адам емес, басқа жануарлар, бүткіліне Алла Тағаланың ауаны бірдей жіберіп қойды. Дәл сол секілді Алла Тағаланың баракаты да осылай келіп тұр бәрімізге. Бірақ сол баракат кіріп тұрған есікті, ана форточканы жауып қою, ашып қою өзімізге байланысты. Ашық тұра бергенін қаласаң, онда Алланың шариғат ережесімен өмір сүр. Тоқта деген жерде тоқта.
сабыр ет деген жерде сабыр ет, тәуекел ет деген жерде тәуекел ет, арақ харам деген нәрседен тыйыл, адал деген нәрсеге ұмтыл, осылай. Сол кезде алла тағаланың баракаты келе береді. Ол баракаттың үстіне баракат бола береді. Және ана форшканы және үлкейтіп астында ашып көбірек келуіне. Ал форшканы жабылатын жолын Алла өзі Құранда айтты, жаңа айтқандай. Сен өзің жаптың ғой форшканы деп жатыр да. Қалай жаптың? Күнә істеп жауып жатсың ғой өзің деп жатыр Алла тағала. Алла мейірімді, сол пендесін қандай былық істеп, соны да айтып жатыр да бізге. Мысалы, әке баласына қамқор ғой. Бала қатеге жол алып жатса, әке оны қалай да осыны тоқтатады. Балам қой мынауың дұрыс емес қой, ескертеді. Бірақ Алла тағала архамар рахимин ол же. Алла тағала пендесіне біздің әкеміз бізге қарағанда, Алла тағала бізге әкемізге қарағанда 99 есе артық мейірімді екенін айтқанда алейхиссалам. Сонда Алла тағала пендесіне ешқашан жаңағыдай баракатын кесіп тастап, ризығын кесіп тастап, несібесінен айырып тастамайды, ондай жоқ. Ол Алла тағаланың өзінің кеңшілігі оның бәрі. Мысалы, намаздың өзін адамдар әртүрлі жаста бастап жатыр да. Әртүрлі жаста, әртүрлі бір кезеңдерден Алла тағаланың хақ жолына келіп жатқан адамдар бар. Бірақ соған дейінгі өмірінде Алла оны жермен жексен қылып тастаған жоқ. Ризығын кесіп тастап, сен оңбаған екенсің, сен арақ ішеді екенсің, сен оңбаған екенсің, сен зина жасайды екенсің деп Алла тағала оны абыройын төгіп, ризығын кесіп тастап, оны нөл қылып тастаған жоқ қой. Бір адам қатарынан түсіп қалмай, өзінің деңгейінде бетіп келе берді ғой. Бұл Алла тағаланың мейірімі де бізге пендесіне деген. Жаңағы әке баласын, әйтеуір бір адам болар Құдай қаласа. Әйтеуір есі кірер деп айтады ғой. Сол сияқты Алла тағала біздің пендесіне солай әйтеуір ақылға келер деп Алла тағала асықпайды да. Бірақ жаңағыда баракаттың қашатын жолын айтты Алла өзі. Не үшін берекетін қашқанын. Бірақ жаңағыда не? Алланың шариғатын ескермей, ешқандай Алланың бұйрығын орындамай, оны ала сиырмен көлікке жабысып отыруға болмайды. Сонымен кетті баракат. Соны сатпау керек еді деп. Ал қайтадан сатып әкеліп қойып қойыңа. Мысалға да. Жарайды, сол ала сиыр сатқадан танитын жар, бар да сатып ал қайтадан. Артығымен сатып ал. Әкеліп қойыптың да. Гарантия беремін, ол өзгермейді өмірің ешқандай. Ол өмір Алла сиырмен өзгермейді да. Өйткені Алла Құранда айтты ғой. Сендер өздерің жақсылыққа ұмтылып, өздерің әрекет қылып, өзгеру жолын таңдамайынша, Алла ешқандай қауымды өзгертпейді деген уәдесі бар да. Ол Алла сиырмен өзгермейді сенсе деп жатыр. Өзгеру өзіңе байланысты деп жатыр. Бәрі өзімізге байланысты. Яғни Алла тағаланың бұйрығын орындап, соны дамытқың келсе, міне мына жол дейді. Яғни ұстаз, бір отбасыда береке болудың бір ғана формуласы бар, ол тақуалықты ұстану. Яғни күнәні істемей, тақуалықты ұстансаңыз, сіздің отбасыңызға береке кіреді. Иншалла. Так. Енді ұстаз, келесі сұрақ, осы өзіңіз айтып кеттіңіз, отбасыда бала дүниеге келеді. Бұл отбасының бақытты болуы да бір баланың үлесі де бар. Сол сияқты қазір заман дамып жатыр, прогресс бар, қашық жақынға айналып жатыр, әлемде тіл, яғни бір тілге келіп жатыр десек те болады. Мысалға айтатын болсақ, ағылшын тіліне. Кейбіреулер ағылшынша сөйлейді, сөйлей алмағандар кино көреді, жаңағы тағысын тағы діни жаңағы дін жолындағы жастарымызда қазақтық бір уағызшыларын тыңдамаса да, сол сырт жақтағы ағылшын тіліндегі тыңдап жатады. Бұны біз яғни бір төмен басқа нәрсе демейміз, кемсітпейміз, әрине бір басқа деңгей, бірақ та біздің сол ұлтымызға келер бір қандай қауіп бар, ертең бұл осындай бола берсе, арты не болады? Енді мынау құрметті жастарға айтарым, жалпы мынау өмір өзен дейді ғой қазақ. Өзеннің ағысымен күресу ол ақымақтық. Өзен қазір жоғарыдан төмен қарап ағып жатыр да ағысымен. Біз қазір ортаға тұрып алып, қолымызды жайып, бір-бірімізді ұстап алып, давай тұрып, до конца тұрайық жігіттер. Қанша тұра аламыз? Яғни келетқан ағысты тоқтатамын деп әрекет қылу бұл пайда бермейді. Сол секілді бұл ағылшын тілі тағы басқа деу, бұнымен күреспеу керек. Бұл күресетін тема емес. Жалпы ағылшын тіліне келетін болса, мысалы мен өзімді күнделікті сол ағылшын тіліне көп уақыт ажыратамын. Мысалы мен өзім өткенде Европаға барғанда, Америка құрама штатына барған кезде мен көрдім, бұл тіл, ғалымдар айтқан, бұл кілт деп айтқан да, кілт.
мысалы мына бөлмеге кіру үшін адамға тіл керек, кілт керек, есқұл дауылдар. Енді қазір қарасаңыздар әлемде көптеген ғылым, көптеген жаңалықтардың бәрі осы тілде жазылған да. Сол үшін жалпы әлем қазір осы интернет арқылы, басқа арқылы қазір бір-бірімен араласып, осындай тіл болып жатыр ма? Бұны ойбай осылай сөйлемеңдер ағылшын тілінде, бұны қолданбаңдар деме, бұл ағыс келе жатқан. Үлкен келе жатыр. Әлемдік бұл. Бұны қазір айтсаң да, айтпасаң да, бәрібір де ол қазір заманның қазір осы көрінісі осындай болып тұр. Мысалы, бір уақыттар болған, уақытсында жаңағыдай араб тілі сондай тіл болып тұрды әлемдік, ол біз жаққа төте жазу келіп жатты. Бір уақыттарда парсылардың тілдері сондай болып жатты. Енді қазір таңда қарап отырсақ, сол үшін қазақ атамыз айтып қойған ғой бәрін. Өзге тілдің бәрін біл деп жатыр. Білейік бәрін. Проблема жоқ. Қытай тілін біл, французды біл, ағылшын біл, испан тілін біл. Америкада өткенде көрдік, өздерінің біраз штаттары испан тілінде сөйлейді екен. Даже ойға барған кезде ағылшыннан да өтпей қалды да, бәрі испан тілі. Кейбір өңірлері, Майами жақтары. Ояқта біраз сияқтап жүрген азаматтарды көріп, олар испан тілін үйреніп алған да уже. Ағылшынның ол қатты нетпейді екен, испан тілінде сөйлеседі бір-бірімен. Деген секілді ғой. Соны бабаларымыз айтып қойған ғой, өзге тілдің бәрін біл. Бірақ өз тіліңді құрметте. Мен өткенде бір жігіттерден осы кішкене сұрадым, жастардан. Яғни өз тіліңді құрметте деген қалай түсінесіңдер дедім ғой. Оны төрге шығарып қойып, алдына бас қоямыз ба? Қалай түсінесің тілді? Ішінде айтқаны болды, айта алмағандары болды ғой. Білмеймін дейді, братан, білмеймін дейді. Өз тіліңді құрметте деген түсінбейсің ба десем, түсінбеймін дейді. Өз сол тілде сөйле деп жатыр саған. Яғни өз тіліңді құрметте дегені сол тілде сөйле, ана тілің ғой сенің деген. Солай ма дейді да. Қазір енді Құдай бетін ала қойсын, біз астарлы сөйлесі аңға түсінген халық едік. Қазір ашық айтқан сөзді түсінбей қалып жатыр да. Сон және шарықтау керек болып жатыр. Түсіндіріп ше? Мынау айтқысы келген мынау еді деген сияқты да. Сол үшін өзге тілде уағыздың да өзге тілде проблема жоқ бұл жерде. Ешқандай проблема деп айта алмаймын. Оны проблема деп айтсаң да ол қазір өтпейді біріншіден. Ол бәрібір де жаңа айтқандай ол жаңа лекпен күресудің қажеті жоқ. Бәлкім мен қолдаймын ол нәрсені. Өзім де соны дамытып жатырмын. Бірақ айтарым, өз тілімізді құрметтейік бірақ. Отбасы қазан ошақтың басында, дастарханның басында, әулет ішінде, достармен кездескенде, көршімен араласқан кезде өз тілімізде сөйлейік. Өз тілімізде, еліміз жүрген кезде өз тілімізде сөйлесейік, өз тілімізде жазысайық, өз тілімізбен қарым-қатынасты орнатайық, өз тілімізде. Бірақ шетелге шыққан кезде, енді дәл сол мемлекеттің тілінде сөйлей берейік. Ана мемлекетке бардың ба, ана кілтіңді шығарып алды, сол мемлекеттің тілінде сөйле. Бізге керегі олардың тілімен күресу емес қой. Бізге керегі ол кісілердің сол салада дамып кеткен қырларын, сырларын біліп алу. Соны алып келіп елге орнату. Мақсат сол ғана бұл жерде. Ол қазір тілді үйренбе дегенмен мақсат не оның артында келеді? Мысалы, шариғатта мақаси шариға деген ғылым бар да. Яғни шариғаттың мақсаты бар деген ғылым бар. Намаз оқудың да мақсаты бар. Зекет берудің мақсаты бар. Мысалы, зекетте жаңағыдай нисоптан асып кеткен адамдар зекет бере бастайды. Кімге береді? Нисобы әлі жағдайы жоқ пақыр міскіндерге бере бастайды. Бұл енді Құдайдың парызы деп беріп жатқан шығар, дұрыс, қабыл болсын да. Ал бірақ мақаси шариғатта айтады, бұл қоғамның тыныштығына үлес қосып жатқан азамат мына кісі дейді. Зекет беріп жатқан байлар. Қалай дейді? Өйткені тарихта көптеген қақтығыс байлар мен кедейлердің арасында болған. Көптеген қақтығыстар. Неге? Байлар хақыларын жеген, олардың үлесін бөліп бермеді, алейхиссалам айтқандай. Сөйтті де олар не істеді? Олар басқа біреулер келіп, сырттан дұшпандар, оларға жаңағыдай не айдап салып, байлармен қырылыстырып, соғыстырып, келіп жаулап ала беретін болған. Ал зекет деген Алла тағаланың шариғаты келді де, бұның бәрін жай нүктесін қойып берді. Қарасаң, қоғамда ана кісі, жағдай жоқ пақыр міскіндер, байлар жақсы көріп кетті. Солар тілеуін тілеп жатыр қазір. Бастар аман болса екен, дендері сау болса екен, кәсіптері жүре берсе екен, бола берсе екен. Неге? Араларында осы нәрсе жақындатты бір-біріне. Оны алайсам тахабу деген да. Яғни тахабу. Хиба, бір-біріңе хиба беріңдер, сыйлық беріңдер, тахабу. Араларында хуб, жақсылық, махаббат пайда болады дейді. Сол сыйлық
зекет та сол же. Оны мына сыйлық бересің бергісі келмейді ғой. Бірақ парыз дегеннен кейін барып шығарды да, Құдайдың парызын беріп тастайын деп. Бірақ қарасаң қоғамға қандай мақсат шариғатта соны айтқан да. Бұл не деген қоғамның тыныштығына үлес қосып жатыр мына кісі дейді. Сол секілді жаңағыда тіл үйренудегі мақсат не бұл жердегі? Мақсат сол, жаңағыда алпауыт дамып кеткен мемлекеттер бар. Алдымызда кетіп бара жатқан, артымызда келе жатқан, бізді ғибрат келіп жатқан мемлекеттер бар әлемде. Бізге жете алмастан. Бұл енді Шерхан Мұртаза атамыз айтқандай бір кем дүние ғой бәрібір де. Бәрібір алдында біреу жүреді, артында біреу жүреді. Ал бірақ ол жаңа айтып жатқандай, бұл қазір күресуіміз керек. Бұндай заманауи ағысқа қарсы емес. Бәлкім жастардың ағылшын тілінде егер уағыз тыңдағысы келетініне мен вообще риза болар едім. Ол деңгей ол. Бір ағылшын мына жақта түсіне алмай жатыр, біреу ағылшынша уағыз тыңдайын деп тұр да. Не деген деңгей ғой ол? Демек оған мың алғыс да, сол тілдегі уақыт бөлді, сөздік жаттады, грамматикасын үйренді. Осылай. Ол азаматтар шетелге шыққан кезде де бәрі қаны қазақтары ғой. Қаны қазақ, бәрібір де көрпен бері қарап тартып тұрады ғой адам. Алла сондай беріп жатқан да. Шетелге шықсаңда бәрібір де еліңе бірдеңе әкеткің келіп тұрады. Мына кісілерде қандай, бізде мынандай, мыналарда қандай екен, мынандай қандай. Ал тіл жаңа айтқандай ол кілт. Ал кілтті сен кімнен қызғанасың? Ама деп айтудың өзі де бұл білім ғылымға қиянат та. Жоламаңдар, үйренмеңдер, қайтесің оны деп айту, бұл білім ғылымға қиянат біріншіден. Ал бірақ сол арқылы, ағылшын арқылы біздің қазақ тілі қолдырайды деп жатқан сұрақ болса егер, онда ағылшын тілі кінәлі емес оған. Оған біз кінәліміз онда. Yani өзіңнің ана тіліңді қолданбай жатқан болса, онда біз кінәліміз. Не істеу керек? Демек осы тілге қатысты сондай көп жастардың сұранысында болған жағдайларды көбейту керек. Осы тілде, балалардың тілінде сөйлейтін әдемі мультиктерді көбейту керек. Жеңіл қылып та. Осы тілде жастардың жаңағыдай сұранысында болған бір көптеген түсірілімдерді шығару керек. Көптеген. Бірақ осы тілде айтылу керек та оның бәрі. Олардың да шетелдің фильмдерін көріп тұрған, мықты шыққан фильмдерін тез арада өзіміздің тілге аудартып оны. Тез арада. Біздің кинотеатрда, интернетте, ютубта ашқан кезде біздің қазақ тілінде шығатындай форматты көбейіп тастау керек. Ол өзіміздің тілде көру керек ана киноны. Шетелдің киносы бола берсін, жарайды. Біз оларды пайдаланайық. Сонда не болады? Жаңа айтып жатқан нәрсе, өзіміздің тіліміз ақсамайды, ол дами береді. Бірақ өзгенің де тілін біл деп айтып кетті бабаларымыз. Бұл қағида ғой қалған. Жалпы ағысқа қарсы емес, ағыспен бірге жүрген. Әрине. Жалпы бұл сұрақтың бір жауабы, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Жалпы ұстаз Қасым Аманжолов атамыз айтады, отбасы бір шағын мемлекет, мен президентпін, яғни жарын айтып жатыр да, сен премьерсің дейді. Сол шағын мемлекеттің бір өзінің өндірісі болады, өнімі болады. Яғни сол өндіріс, өнімін бір бала деп алсақ, яғни ұл қыз деп алсақ, сол ұл мен қыздың сол бақытты ұл мен қыздың отбасының бақытты болуына септігі тигізеді. Сол ұл мен қыздың тәрбиесі жайында айтып өтсеңіз. Яғни соның ішінде қазіргі таңда мынандай нәрсе бар. Ұлды қатты ұстау керек деген, ұлға қатал болу керек деген стереотип бар. Сол нәрсе біздің заманымызға сай келе ма? Сол тәрбие жөнінде айтып өтсеңіз. Енді мен оны жаңа жанұя кітабында айтқым. Жанұя кітабында айттым. Оны өзімнің парақшамда да салып қойдым. Біраз жерде айтып жүрмін. Қазір де айтайын деп жатырмын сол сөзімді. Құрметті жастарға айтарым, жалпы бізде қазақ ұғымында тәрбие деген осы бір сөздікті балаға қолданбаған. Тәрбие деген осы. Бірақ осы сөз қазір күнде қолданып жатырмыз. Мектептен бастайды. Мектепте тәрбие жұмысын өткізу керек дейді. Балабақшада тәрбие, ата-аналар көп тәрбие беріңіздер. Тәрбие. Осы тәрбиені көп қолданып жатыр да, бірақ айналып қарасаңыздар, бәріміз қоғам, ересек адам бәрі мына бетке өтіп алғанымызда, мына жақтың бірыңғай балалар, бәріміз айтып жатқанымыз, мына жақтағы адамдар, топтағы үлкен ересек адамдар, мыналарға тәрбие беріңдер деп жатырмыз осы бәрі. Енді осыны қоя тұрыңыз да,
баяғы ата бабаларымыздың заманына өтейікші, олар қалай болды бұл? Өйткені оларды осындай қиыншылықтан қалай өтті олар? Олардың балаларының тәрбиесі қалай болды? Егер біздің айтқандай деп қарасақ, олар біз айтқан осы тәрбие деген осы сөзді жаңағыдай көріністе бала қолданбаған. Айтпаған да, оны қолданбаған. Яғни балаға тәрбие айтыңдар, тәрбие беріңдер деп айтпаған. Ондай сөз жоқ. Олар не қолданған десе, олар көруді қолданған, көрсетуді қолданған. Қазақ айтады, әке көрген ол бала оқ жонар. Әке көрсетеді балаға, болды, айтпайды ол. Ана көрген қыз бала тон пішеді дейді. Қыз бала ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі дейді қазақ. Мына жақта ата бабаларымыз соны айтып жатыр бізге. И олар солай істеді, өмірлерін солай қолданды. И олардың өмірлерін қарасақ, қазір біздің тілмен айтқан кезде олар супер болған olan балалар. Қабанбай, Бөгенбай солардан шықты. Әл-Фараби солардан шықты. Абай сияқтан шықты. Құнанбай атамыздың достары әзілдесіп Құнанбай қажыға айтады ғой. Ай, осы Құнанбай осы Ибрахим балаң Абай деп жатыр. Осы Абай сенен озып кетті-ау деп тиіскенде әзілдесіп. Сөйде Құнанбай атамыздың жауабы достарына: егер Абай менен мықты болса деген, екінші Абайды шығарсын деген де өз сияқты. А мен оны көрейінші деген. Сонда Абайдың мықты болуы Құнанбай тұр ғой оның артында. Ал Құнанбай жаңа айтқандай атамыз Абайға тәрбие айтпаған ол кісі. Тәрбиені көрсеткен ол кісі болды. Яғни өзі тәрбиелі адам болған да ол кісі. Сөйтіп би болған ғой ол кісі. Тәрбиелі адам. Сол тәрбиелік өзінің бойындағы тұнып тұрған сол қасиет балаға өтті. Бала көріп өсті ананы. Оны медресеге алып барған кезде де бала анаяқтан біліммен қаруланып келді. Әкеден алғаны бар, білімді оған қосқан кезде ол әдемі тұлға болып шықты Абай атамыз. Қазір қарасаң балаға тәрбие бер, білім бер, ана жердің мектебі мықты екен, шетелде мықты екен деген бере бер. Бірақ бәрібір де ғалымдар айтқан ол әдепсіз алынған білім адамзаттың қас жауы деген де. Яғни Іблісте де білім болған да. Бірақ ол не болды? Режим болып кетті ғой. Шайтан болып кетті Ібліс. Неге? Өйткені ол әдепсіздік қылып қойды Аллаға. Аллаға кәдімгі тәкаппарланып, жоқ мен адамға сәжде қылмаймын депті. Адам пайғамбарда күнә істеді. Күнә деп тұрған біздің ұғымызда мына жақта күнә емес қой, жеме деген жемісті жеп қой, жеміс еді ол. Бірақ соның өзі ол үшін күнә етті. Алла тағала оны кешірді. Тәубасын қабыл етті. Неге? Адам алейхиссалам әйелі екеуі нәпсіге беріліп күнә істеді олар. Яғни нәпсіге беріліп істеген күнә кешірілді. Ал тәкаппарланып істеген күнә кешірілмеді. Ібліс тәкаппарланып істеді. Сұрақ қойылды, ғылымға қатысты, періште бәрі жауап бере алмады. Адам алейхиссаламға Алла тағала үйретіп қойғанын айтты. Сен айт деген кезде ол бәрін айтып берді. Сәжде қылыңдар деген еді, бір қылмай бәрі сәжде қылды. Ібліс сәжде қылмады. Тәкаппарланып тұрып алды да ол жерде. Сонда жаңа айтып жатқан балаларымыздың білімді болғанын қалаймыз әрине, бірақ одан бұрын бала әдепті болу керек. Ал әдепті бол, жаңа айтқандай тәрбие берді дейсің бе? Жоқ, олай емес. Баланың әдепті болуы ата-ана бізге байланысты. Ал жаңа тәрбиені қазақ ұғымында ата-ана адам өзіне қолданған. Яғни әке өзін тәрбиелесін, анасы өзін тәрбиелесін, ағасы өзін өзін тәрбиелесін, әрқайсысы. Сосын көрсетеді дейсіз ғой. Сонда әке өзі тәрбиелі болып әдепті болғаннан кейін бойына ол сіңді, айтқан сөзімен ұстанған өмір ұстанымы бәрі келіп тұр. Тазалықты орнатады, ешкім хақысын жемейді, ешкімді жаңағыдай лақтырмайды, көршісімен араласады, ағай туыспен араласады, намазынан бүтін, зекетін беріп, кәсібі бар. Бала соны көріп жатыр ғой. Сонда қазақ айтады, мына жеміс ағашы, алма ағаш болса, жеміс ағашы, алма түскен кезде ұзаққа түспейді дейді қазақ айтады. Бұл алманы 2 километрден іздемей ақ қойды. Міне осы жерден табасың қазір сен. Сол сияқты бала, әке қандай, бала сондай деген сөз. Сол себепті қазақ не дейді, отбасыға қатысты, әкесін көріп қызыңды бер дейді да. Енді балаға қара деп жатқан жоқ. Мысалы, ана күйеу баланың бойы 2 метр екен, ой, оқыған азамат екен деп кейде адамдар күйеу баласына қарап қызық беріп жатыр ғой қызын. Бұл да дұрыс емес. Ата-бабаларымыз айтып қойған оның бәрін. Яғни бой жеткен қызы бар әкелер болса, солар айтып жатыр да қазақ атамын. Анау күйеу баланың әкесіне қарап қызыңды бер деп жатыр. Яғни әкесін көріп қызыңды бер деп жатыр. Ана күйеу балаға былай тұр деу керек та, әкесін көру керек. Әкесі қандай адам? Әкесі жаңағыдай тұнып тұрған тақуалықпен әулетті отбасын үйіріп ұстап отырған кісі болса,
баласының бойы 2 метр емес, одан төмен болса да, басқаша болса да қорықпай бере беру керек та қызын. Неге? Ол бала ертең дәл сол әкені қайталайды. Тура сол әкенің тазалығы, сол кісінің сөзі, сол кісінің мінезі әкені қайталайды. Ал анасын көріп қызын ал дейді. Келіндікке же. Яғни келін түсіретін кісілерді енді кімге қара деп жатыр? Шешесіне. Қызға қарама, ешкім қызды айтып жатқан жоқ ол жерде ешкім. Қызға қараңдар да ал деп жатқан жоқ та. Яғни анасын көріп қызын ал деп жатыр. Қызға былай түрде көрек та, қызың анасына қара деп жатыр. Анасы қандай адам? Анасы өзі тәрбиелеген, нәпсісін жеңген, бір әулетті ана болып отырған, сондай бесік тербетіп, бесіктен ұшырып шығарған балапандары, кәдімгі қоғамда азамат болып шыққан, сондай анадан шыққан қыз болса мынау, қорықпай алу керек. Кәдімгі көзін жұмалу керек. Неге? Анасы мықты ғой оның. Анасын көріп. Сонда жаңа айтып жатқан бұл тәрбие деген нәрсені қазір қарап отырсаңыздар, бәрін сол әлі бұғана қатпаған, әлі балиғат жасына толмаған жас балаға бәрін үйіп төгіп артып қойғымыз келеді да. Бәріміз қолымызды шошайтып алып соны кінәлаймыз. Вот қазіргі жастар мен балалар қазір вот осылармен тәрбие, вот осылармен жұмыс жасау керек. Вот осылар. Жоқ, бұл саусақты адам өзіне бәрі бұру керек. Сен өзіңді тәрбиеле. Қайтесің оны? Сен өзіңді тәрбиеле. Бала қайталайды ол нәрсені. Өзімде болды. Өткен жылы әкем, балам үшеуміз ауылға кетіп бара жатырмыз көлікпен. Жолда аср намаз уақыт болып тоқтап, мешітке намаз оқып шықтық та. Намаздан шыққаннан кейін мен әкемнің аяқ киімін турлап жатырмын да. Аяқ киім кигізіп, аяқ киім турлап әкемнің. Сөйтсем, балам мен аяқ киімді ана жақтан алып келіп, балам мен аяқ киімді турлап жатыр. Мен балама ол айтқан емеспін ол. Балам, мен аяқ киім турлап қой, мен келген кезде айтқан емеспін. Ана бала көрді ғой. Мен әкеме не істеп тұрмын? Балам маған соны істеп тұр ғой жерде. Кәдімгі аяқ киім турлап, сол кезде бабаларым қандай данасындар ғой деп ішіне риза болдым да. Көрдіңіз ба? Болды. Мен өзім дамытам болды. Яғни баламның спортпен айналысқанын қалайын ба? Мен спортпен айналысамын. Өзім үшін де, балам үшін де. Неге? Балам көріп жатыр ол нәрсені. Яғни баламның атқа мінгенін қалаймын, өзім атқа мінемін. Неге? Балам мықты болғанын қалаймын да. Оны баламды қазір бірден өзім атқа мінбесем, өзім спортпен айналыспасам, балаға 1000 жерден айта бер, 1000 жерден тәрбие деп құлағына наушникке тығып қойып, күніге сол тәрбие жайында 24 сағат тыңдаттың ба, бала бәрі өтпейді ол нәрсе. Неге? Өйткені бала әкеден басқа нәрсені көріп жатыр. Қыз бала анасынан басқа нәрсені көріп жатыр. Ал мына жақта келеміз де бәріміз сол баланы кінәлаймыз. Тәрбие жұмысын күшейту керек. Сендер де сұрап астында тәрбие туралы не айтасыз, балаға не тәрбие айтасыз деп. Айтар жауабым осы. Мен ол жаңалық ашып отқан жоқпын. Бұл жаңалық бар ата бабаларымызда жатыр. Сол үшін мен айтарым, мынау біздің қара шаңырағымыз Қазақстан мұсылман діни басқармамызда да биыл да сол дін мен дәстүр жылы деп жариялап келе жатыр ғой. Сол дәстүрімізді қаза беру керек, байлықтың бәрі сол жақта жатыр. Енді біз ұзақтан іздеудің қажеті жоқ. Біздің отбасы мәселесі, бала мәселесі, кез келген нәрсені қазір олар мынандай қымбат айфон ұстамаған шығар ата бабаларымыз, ұшаққа мінбеген шығар, мынандай қымбат темір тұлпар мінбеген шығар. Бірақ қазір біздің осындай ақсап жатқан мәселемізде олар мықты болған. Бірақ олар мықты. Енді не істеу керек біздерге? Соны қайталасаңыз болды. Оны қазір жаңалық табудың ешқандай қажеті жоқ. Шетел аралап, отбасы мәселесін қалай тіктесем екен, мына жақ қандай екен, мына жақ қандай екен, жоқ, келмейді бәрібір. Өйткені ол басқа ұлттар, басқа мемлекеттердің жаңағы салт дәстүрі бөлек болғаннан кейін ол бізге келмейді. Мысалы Lexus көлігін сынып қалса, оған Toyotаның запчасты келмейді. Сол сияқты біз Lexuспыз. Біз қымбат ұлтпыз. Біздің қанымыз қымбат. Біздің сондай ұлтпыз да. Демек бізге тек қана өзімізден ғана іздеу керек. Сырттағылар келмейді біздің немізге. Қалай келтіреміздің де келмейді ол. Ені істеу керек? Соны істеп кеткен баяғыда аңызға айналған сол ата бабаларымыз толып жатыр ғой тарихымызда, дәстүрімізде. Солардан қазу керек. Соларды қаза беру керек, қаза беру керек. Сол нәрсені байлықты алғаннан кейін балаңа айтпа, өзіңе қолдан. Байлық таптың ба, өзіңе қолдан. Таптың ба, әйеліңе көрсет, әйелің қолдансын. Яғни екі отбасындағы әке мен ана өздерін қайталай берсін сол нәрсені. Олардан шыққан балалары иншалла бәрі жақсы болады. Енді бұл
жаңағыдай бабаларымыз айтқандай ол дәстүрін тұнып тұрған дін ғой негізінде. Оның артында дін тұр. Мысалы кез келген дәстүр айтсаңыздар, мен соны дінге қатысты жерін шығарып бере аламын. Мен соған қатысты бір аят көріп тұрмын, мен соған қатысты бір хадис көріп тұрмын. Яғни кез келген дәстүрді бір дін көремін да астында. Алла Құран кәрімде айтады, балаларыңның көздерінің қуанышы болғанын қаласаңдар дейді Алла. Яғни кез келген ата ананың арманы осы ғой, балаларым көзіміздің қуанышы болып, қол қанатымыз болып, осындай ер азамат болып, қыз баламыз өссе екен, ұл баламыз өссе екен деп отырған кез келген ата ананың бұл арманы бұл. Балаларымыз бақытты болса екен дейді. Алла Құранда осыны айтты. Яғни балаларыңның көздерінің қуанышы болып, осындай сендер айтқандай бақытты болған қалайсыңдар ма дейді. Өздерің тақуа болыңдар дейді. Балаларың маған бере сал дейді Алла. Осындай мағынада Құранда аят бар. Сонда Алла тағала сол ата анасының өзінің тақуа болуын үгіттеп тұрды Алла. Ал балаларыңды уайымдама деп жатыр Алла. Сенің балаларыңды мен сендердің көздерің қуанышы қылып қоямын деп тұр Алла. Әңгіме өзіңде деп жатыр сен. Сен өзіңді тәрбиеле, өзің тақуалыққа ұстан дейді. Көрдіңіз бе, ата бабамыз сол діннен алған ғой жаңа нәрсенің бәрін. Тәрбиені өзіне қолдау деген нәрсенің бәрін олар мен айта алмаймын, былай ойлап тапты деп. Бабаларымыз мықты болған ғой, діндар болған ғой бәрі. Кәдімгі медресе оқыған, небір ғұламалар шықты Аллаға шүкір. Сол жаңа айтып кеттіңіз, әрбір салт дәстүрден дінді көрем деп, сондай ата бабаларымызға Алла тағала разы болсын, сондай бір дінді, енді ол кезде қиын кез болды ғой, кейіннен біздің дәстүріміз қылып жіберді ол нәрсені. Ата бабамызға Алла тағала разы болсын. Ұстаз, өте керемет подкаст болды, көптеген сұрақтардың шешімін айттыңыз, тың ақпараттарды айттыңыз. Алла тағала разы болсын сізден. Және де мына өзіңіздің айтып кеткен жанұя кітабыңызды оқып пайда алушылар көп болсын, осындай пайдалы дүниелер шығара беріңіз. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, сіздер де уақыт бөліп тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Келесі подкастта жолыққанша аман сау болыңыздар.